Бұдан 20-30 жыл бұрын жалаң бас жүрген келіншек көрсе өсек қылатын еді. Пәленшенің келіні орамал тартпай жүріпті. Ал қазір орамал тартып жүрген келіншек көрсе амалық бекен бір өмірі қайтыс болып қалмаған бекен деп сұраймыз. Негізі ойлап қарасаң, анау-мынау прическасына қарағанда орамал сұлулау ма деп ойлап қаламын. Негізі рекламаны хаялар ойлап тапқан. Бір нәрсені қайталай береді, ақыр алдырады. Бір жерге қыдырып баратын болсаң, 2 сағат киім таңлап тұрады. Ол не қылып тұрсаң десең, кие тұғын тәуірлі киімі жоқ. Мына үстіңдегінен ол толық қылып көрсетеді. Айтаман, айып көйлекте емес шығар, мүмкін айнаны өзгерту керек шығар деймін да. Содан бастап не алады? Болды, бүгіннен бастап диета. Ең қиыны аялың диета сақласа. Үйдің ішімен диета болып қаласың. Кеш келсең, жылпы ауқат жесең, көшіл ауқат, қамыр ауқат жеуге болмайды. Аялыңмен ұрысып қалсаң, дәрі бақырма маған. Әкем өйтіп бақырмаған дейді. Құрметті аялар, мен еркектердің атынан айтайын. Берекет табың. Анамыз біздерді өйтіп тергемеген. Біздер бойда уақытта кеш келсек, аман келсең болар деп күтіп алатын еді мамамыз. Сен сөйтіп күтіп алмайсың мысалы. Пиян болып келсең, папаң көріп қоймасын, астен жат, мынау ләген, мынау көпшік, мынау сүлгі деп. Сөйтіп күтіп алсаңыз, шаңырақ елде беккен болады. Енді шаңырақты біздер ойлаймыз, еркек дүздің адамы дейді. Кім көрек шаңырақты ойлайды? Айтайын. Мен осы жасыма келіп, маңлайында шаш түсіп қалған хаял көрмедім. Сөйтіп алып, үйді біздер ойлаймыз дейсіз. Негізі еркек деген ер деген сөзден келіп шыққан. Ер. Кеттік біреу ұрамыз десе еріп кетеді. Шырайлы қыз көзін қысса еріп кетеді. Бірақ ашуланса кек сақлайды. Ал хаял деген сөз, ұял деген сөзден келіп шыққан. Соның үшін ұятты білің аялар. Ал шаңырақ деген сөз шаң hamde арақ деген сөздерден құралған. Егер аял адам шаң шығармаса, еркек адам арақ ішпесе, шаң мен арақ бірлесіп шаңырақ беккен болады. Рахмет.